Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге қысқа нұсқа каналы. Бүгін мен сіздерге өмір бойы өтірік айтып, бір күні өтіріктерінің барлығы шындыққа айналған жігіт туралы қызықты фильмді айтып беремін. Мир вот-вот обрушится в преисподнюю. Нет, только не туда. Мы должны найти того, кто врет, как дышит, и помочь ему впервые сказать правду. Жером Берада профессионалды өтірікші, ол үнемі өтірік сылтаулар тауып жүреді. Не могу говорить, у меня в квартире настоящий потоп. Да, я жду сантехника. Алло? Сынок, Да, пап. тебя не ждать? Нет, я в сервисе шину пробил. Пока. Жером тіпті өз ата-анасына да үнемі көлігінің дөңгелегі тесіліп қалғандықтан бара алмайтындығын айтып алдайды. Ойын алаңының қасынан өтіп бара жатқан жігіт жылап отырған кішкентай қызды байқады. Қыздың Пудель есімді күшігі жоғалып қалыпты. Оны жұбату үшін Жером тек қана күшіктер өмір сүретін Пуделстан деген елді ойлап табады. Кафеде отырған Жером бастығына дәл қазір ауруханада өзінің туған ағасы Типоға бүйрегін беріп жатқандығын, сол үшін де жұмысқа кешігіп баратындығын айтып алдайды. Жігіттің бастығы Каролин оның үнемі жұмысқа кешігіп келіп және де сылтауларының ешқашан таусылмайтындығына ашуланады. Ертең миллиондық контрактқа отыру үшін орыстар келеді. Жігіт оларды күтіп алып, барлығын ойдағыдай өткізуі керек, әйтпесе олардың компанияларына қиын болады. Жұмыстан шығып бара жатқан Жером аудармашы қыз Клояны көріп қалды. Я переводчица для Русских гостей. Жігіт қызды бір көргеннен ұнатты және де оның назарын өзіне аудару үшін ата-анасы оны балалық шағында жек көргендігі туралы өтірік ойлап табады. Бірақ қызға мұндай әңгімелер ұнамайды және де ол жігітпен бірге вино ішуден бас тартады. Кері жауабын алған Жером компаниясының кеме жасайтын зауытына аттанады. Зауыттың басқарушы Жеромның ағасы Тибо және де ол жерде ағасының әйелі Вирджинида жұмыс жасайды. Жұмысшылармен кездескен Жером орыстармен жасалатын келісім-шарт компанияны құтқаратындығын айтады. Бірақ жұмысшылар оның үнемі өтірік айтатынын білгендіктен оның бірде-бір сөзіне сенбейді. Бауырлар ата-анасын көруге барады және де ол жерде көршілері Польді да кездестіреді. Отбасылық астың үстінде Жером тағы да ата-анасын алдап компаниядағы таптырмас қызметкерлердің бірімін дейді. Содан кейін жігіт бала асырап алмақшы екендігін айтады, бірақ ата-анасы да оның бірде-бір сөзіне сенбейді. Сәлден кейін оларға Жеромның жеңгесі және компанияның екі жұмыскері қосылады. Олар жігітті ақылға салып өтіріктерінің тым шектен шығып бара жатқандығын түсіндірмек болады. Жиналғандар Жеромның барлық өтіріктерін бетіне басады. Тесілген дөңгелектердің саны 10-нан асып кетті. Ал каратеден алған қара белдігі мүлдем ақылға сыймайды. Сонымен қатар Жером ағасы Тибоның үнемі жолы болмайтындығын, ал өзін ғарыш фирмасы ғарышқа ұшу үшін шақырып жатқандығын, ағасының әйелі болса ағасына қарағанда оны көбірек жақсы көретіндігі туралы өтіріктер айтқан. Ашуланып кеткен Жером оларға өздерің өтірікшісіңдер деп кетіп қалады. Кешкісін мейрамханада Жером стюардесса қыз Александрамен танысады. Жігіт қызға сол сәтте ойлап тапқан өтірігін айтады. Оның сөзіне қарағанда ол бірнеше жыл алдын суға батып бара жатқан кішкентай баланы құтқарған. Және де ол кішкентай бала ертең келетін орыс серіктестің баласы болып шыққан. Бұл ресторанда әлемде теңдесі жоқ өтірікшіні іздеп жүрген монарх та отыр еді. Мейрамханадан шыққан Жером қараңғы көшелермен келе жатады. Оның алдынан ұры жігіт шығып телефонын тартып алмақшы болады. Бірақ Жером нағыз каратистер сияқты оны бір соққымен жеңіп тастайды. Ертеңіне таңда оянған Жером үйін су басып жатқандығын көреді. Ол бұл туралы қаншама рет өтірік айтқан болатын. Міне бұл жағдай шынымен де орын алды. Үйінен жүгіріп шыққан Жеромда есік алдында ғарыштық фирманың қызметкерлері күтіп тұрды. Жігіттер Жеромға тез арада жиналуын, оның ғарышқа ұшуы керектігін айтады. Пижама мен тіс щоткамды алуым керек деп сылтауратқан жігіт олардан қашып құтылады. Көлігінің жанына келген Жером көлігінің төрт дөңгелегінің де тесіліп қалғандығын көреді. Ол такси шақырмақшы болады, бірақ оның телефонының мүлдем қуаты жоқ еді. Әрине, мұның барлығы Жеромның ең көп қолданған өтіріктерінің бірі. Қасынан өтіп бара жатқан көрші Жеромға оның өтіріктен ойлап тапқан мотоциклімен неге кетпейтіндігін айтады. Мотоциклге мінген Жером тез арада компаниясына жетті. Көлік тұрағында оны ағасының әйелі Вирджини көріп қалды. Жером, я так скучаю. Я вечно твоя.
Ол кеткеннен Жеромның алдынан Клоя пайда болады. Қыз өзгеріп кеткен және де жігітке деген қызығушылығын білдіруде. Солай болары анық еді, өйткені жігіт барлығына қыздың оған ғашық екендігін айтып мақтанған болатын. Компанияға келген Жеромды бөлмеде олар келісім шартқа отыру керек болған орыстардың хатшысы Олег Кириченко күтіп тұрған болатын. Жеромның таныстыруы сәтті өтпейді, сол себепті де Кириченко олармен келісім шартқа отырудан бас тартады. Орыстар кетіп қалғаннан кейін Жеромның алдынан ағасы Тибо шығады. Тибо інісіне таңнан бері оның басынан сәтсіздіктер кетпей қойғандығын, тіпті машинасының үстіне талқылап кеткендігін айтады. Жером оның айналасындағылар қосылып алып, оның өтіріктері шындыққа айналып жатқандығы туралы өтірік ойын ойнап жатыр деп ойлайды. Жером ата-анасы жұмыс істейтін базарға келеді. Оны көре сала ата-анасы барлық жерді жауып алады. Хорош стучать, мелкий придурок! Папа! Жігіт Клояны көру үшін қонақ үйге барады және де оған олардың ойнап жатқан ойындары мүлдем ұнамай жатқандығын айтады. Қонақ үйден шыққан жігіт суда жүрген китті байқайды. Қыздың сөзіне қарағанда олар үнемі осы жерде болған. Бұл да Жеромның бір кездері айтқан өтірігі болатын. Көшеде тұрған баннерден жігіт иттер қаласы Пуделстан туралы жарнаманы көреді. Жігіт оған мұның барлығы оның ойлап тапқан өтірігі екендігін айтады, алайда қыз оған өткен жылы мен бұл мемлекетте болдым және де маған ол жер өте қатты ұнады дейді. Ертеңіне ағасы Тибо келіп Жеромға қызық нәрсе көрсетпекші болады. Жігіт қай жаққа допты лақтырса да ағасының басына барып тиеді. Олар бір жерге отырып сөйлеседі және де Жером ағасына өтіріктерінің тым шектен шығып кеткендігін және де олардың орындала бастағандығын мойындайды. Оның кесірінен ағасы сәтсіздікке ұшырап жатыр, ал оның әйелі болса Жеромға үнемі ерсіз суреттер жіберуде. Ағасы оның үнемі өтірік айтатындығын, тіпті кішкентай кезінде олардың көршісі Польдің маньяк екендігін айтып алдағандығын есіне түсіреді. Осы сәтте олар Жеромның айтқан өтіріктерінің барлығы шындыққа айналып жатқан болса, демек көршісі туралы өтірікте шындыққа айналғанын түсініп, ата-анасына көмектесу үшін үйлеріне қарай жүгіреді. Бірақ жолда ағасының машинасының тоқтатқышы үзіліп кетеді, онымен қоса рөлі де түсіп қалады. Қуанышқа орай машинаның жанармайы таусылып өздігінен тоқтайды. Тибо Вирджинияге хабарласып, оларды жеткізіп тастауын сұрайды, бірақ қыз бос емес еді. Занята. Бауырларды әлем сұлуы 2022-ның жеңімпазы жеткізіп тастайды. Бұл да Жеромның кезекті өтіріктерінің бірі болатын. Жігіттер ата-анасының үйіне жетеді, бірақ ата-анасы өздерін Жеромға қарсы біртүрлі ұстайды. Ол Тибоға барлығына ата-анасы оны жек көретіндігін және де кішкентай кезінде ұрып соққандығы туралы өтірік айтқандығын мойындайды. Осы сәтте бөлменің есігін қағып көршілері Пол келеді. Адам көлігім жанбай жатыр, көмектесіңдерші деп бір сәтте оларға қолындағы қарумен шабуыл жасай бастайды. Олар гаражға түсіп қашуға тырысады, бірақ Тибо тиіскен барлық нәрсе сынып қала береді. Көршілері оларға қарай балғаны лақтырады, бірақ Жером оны қолындағы суретпен тоқтатып, арқасына қарай лақтырып жібереді. Каратемен айналысқан жігіт шалды есінен тандырып тастайды. Бір сәтте арқасына қараған ол әлгі балғамен жараланған ағасын көреді. Жедел жәрдем келіп ағасын алып кетеді. Ал ата-анасы болса Жеромға олармен бірге баруға тыйым салады. Осыдан кейін Жером Клоямен кездесіп болған жағдайларды айтып береді. Жігіт барлығына өзін айыптайды, өйткені оның өтіріктері болмағанда бұл жағдайлардың ешбірі орын алмас еді. Ол қызға ата-анасының оны ешқашан жек көрмегендігін, мұның барлығын оның назарын аудару үшін ойлап тапқандығын айтып одан кешірім сұрайды. Жером 9 жасынан бастап өтірік айта бастағандығын есіне түсіреді. Бір күні оның футболдан командасы ойыннан жеңіліп қалады, ал ол әкесіне болса ойында өздерінің жеңіп шыққандығын, ал өзінің болса 4 гол салғандығын айтады. Мұны естіген әкесі ұлын мақтан тұтады. Бұл сезім Жеромға қатты ұнап қалады және де сол сәттен бастап ол өзін тоқтата алмайды. Жером ағасын көру үшін ауруханаға барады. Ол жерде ол ата-анасы
ата-анасын кездестіреді. Ата-анасы оған бұрынғыдай қарым-қатынас жасайды. Ата-анасының өзгеруі оның Клоямен сөйлескендігінен кейін орын алғандығын түсінген Жером ағасының палатасына барып, оның кішкентай кезінде көршісі туралы айтқандарының бәрі өтірік екендігін айтып, кешірім сұрайды. Осы сәтте Тибо палатадан жоқ болып кетеді. Көршілері маньяк болмаса, демек шабуыл да болмаған. Ағасымен барлығы жақсы екендігіне қуанған Жером оны ертеңіне кездесіп сөйлесуге шақырады. Жігіт барлығының өз орнына қайту үшін бұрын өтірік айтқан адамдарына мойындап, олардан кешірім сұрау керек екендігін айтады. Жером Клоямен кездесіп, болашақта оған ұнау үшін қолынан келгеннің барлығын жасайтынын айтады. Ал қазіргі сәтте қыз оған оның өтіріктерінің арқасында ғашық. Осыдан кейін жігіт ағасының қасына келіп, оған Клояның өзіне ғашық екендігі туралы өтірік айтқандығын мойындайды. Төменге түскен жігіт қыздың қайтадан өз қалпына келгендігін көреді. Арада бірнеше уақыт өткен соң жігіттер ата-анасымен тамақтанып отырады. Тибо Клояның қазіргі сәтте Парижде экскурсия жүргізіп жүргендігін анықтағанын айтады. Анасының жұмысқа қашан қайтасың деген сұрағына Жером өтіріктен қатты шаршағандығын, біраз уақыт демалғысы келетіндігін жеткізеді. Бір жылдан кейін Жером әуежайда стюардесса қыз Александраны кездестіреді. Қыз одан баласын құтқарған орыспен келісім шарттары қалай болғандығы туралы сұрайды. Жером барлығын мойындамақшы болады, бірақ бір сәтте ол осы өтіріктің арқасында компанияны құтқаруға болатындығын түсініп үндемейді. Жером Клояны іздеп Парижге келеді. Ол қызға олар кездескен сәттен бастап бір сәтке болсын ол туралы ойламаған кезі болмағандығын мойындайды. Бұл сөздерді естіген қыз қуанып, жігітті жұмыстан кейін кездесуге шақырады. Осымен фильм аяқталады. Достар, видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін үлкен рахмет. Егер сіздерге фильм ұнаған болса, оны әдеттегідей 1-ден 10-ға дейін бағалап кетіңіздер. Сонымен қатар жаңа видеолардың көбірек шығуына үлес қосу үшін каналға тіркеліп, осы видеоға лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Айтып жүрген өтіріктерімізге абай болайық. Бір күні шынымен де орындалмасына кім кепіл? Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.